Tur, ешек бас. Sen kimsin? O soğurlu. Men ғой қатера қатының. Мен саған үйленгенмін, датавы өкінен білесің ба? Тазалыққа жоқсың, бала қараймайсың, тамақ нөл, істей алмайсың вообще. Сен қатын болып жартасың ба өзі? Жан, кешірші. Әдейі істеген жоқпын ғой. Тамақтың күйетін білген жоқпын. Кешірші. Мен сені бар ғой, көшеге алып жүргей алам ғой. Балдардың бәрі айтады, қатын не бер, анау, тойдым, мына жерде тұрсыңыз, білесің ба? Егер ұялсаң, мен тойға бармай-ақ қояйын. Сен өзің бара бер, Сөйтші үйде отыра берші, мен кеттім. Жолың болсын. Что там? Неге мазаң жоқ? Жай. Қатыңды әкелмепсің тойға. Алып келетін қатын болады, әкелмейтін қатын болады. Ой, сол қатынға өліп, талып, жақсы көрем деп, жігітімен төбелесіп алып қашқан жоқпыз ба? Очы, соның бәріне сен кінәлісің. Бекер тыңдап мен сен бар ғой. Неге? Өкінем алғаныма, қатын қылып алғаныма өкінем. Бедейік онда. Өкініш үшін бар, тағы бір әдем бір көтерейік та. Бөгіп, жүр. Неге сенің орында басқа қатын болғанда ғой. Тұр, ешек бас. Сен кімсің? О, сорлы. Мен ғой қатера қатының. Не қуып тұрсың? Қатыным қақты мен. О, сорлы, сонша ішкен, не арақ көрмегенде. Шылағын тығып тұрмыштың ғой кеше. Бұтыңа сигенші. Ойнап айтам. Бар, үйден шық, қора көзіме көрінбей. Полиция шақырам қазір. Дуанасың ба, немене біле? Қайт бар көзіме көрінбей. Сен точно белая горячка болып тұрсың. Мен жынды қалмай шығып деймін бар үйден. Қора. Мама, қарным ашты, тамақ ішекші. Ойбай, қызым-ау. Сен де ойнап тұрсың ба? Қызым, жүр. Папаң белая горячка болып тұр. Мына Сабиконы алып, қызымыздың подгузнигін ауыстырайық. Кет көзіміз шай ішеміз. Қызым, жүр. Папаң белая горячка болып тұр. Мына Сабиконы алып, қызымыздың подгузнигін ауыстырайық. Кет көзіміз шай ішеміз. Қатерасыныз? Менгі Марина еді ғой? Тұрдың ба? Еріп тұрбапсың, алқаш. Самат, мен саған сұрақ қоям, бірақ шын жауап бер. Мен шын жауап бермеймін ғой. Мен шындықтан кейін туылғам ғой. Қатырдың көп. Қойш бол, дейдак басым сынып тұр. Конечно, сынат. Кеше орыс Василиймен жарысып шықтың ғой. Өтпейтін приколдарын айтпаш болды. Серьезно жауап бересің ғой, айтшы не? Әйел матың. Қатера ғой, қатера. Досым, серьезно айтып тұрмын. Әйел матың. Жынды оққасың ба сен? Мынау ма? Осы ғой, басқа қатераң бармайды. Ой, бұған таласып сен, жылап, әрең үйленген жоқсың ба? Алып қашып, ағасынан таяқ жетіп, кейінен жігітімен төбелесіп, папасы кеп ұрып, інісі кеп теуіп, иті тістеп алып еді ғой. Досым, жегізіп атсың ба, ергеш айтшы. Или мен түс көріп атырмын. Мен түс көріп атырмын. Оянам мен. Оянам, оянам. Тұр. Максе, өтіші, секірмеші, түсші астыға. Өтіш үйіңе барып секірші. Өзің сасыйсың да просто. Жоқ, менге оянам, Самат, көресің. Мен явно түс көріп атырмын. Мен қазір қалың ұйқыда, мен қазір секірем, көресің. Ойбай, айттым, ой бұл, белая горячка. Мақсат, жаныңның барында түс қазір, жаның шығарам сенің. Қазір көрсетем сіздер. Мен ұйықтап атырмын, мен түс көріп атырмын, қазір көресің. Мен секірем қазір. Белая горячка. Мақсат, жаныңның барында түс қазір, жаның шығарам сенің. Қазір көрсетем сіздер. Мен ұйықтап атырмын, мен түс көріп атырмын, қазір көресің. Мен секірем қазір. Белая горячка. Мақсат, жаныңның барында түс қазір, жаның шығарам сенің. Қазір көрсетем сіздерге. Мен ұйықтап атырмын, мен түс көріп атырмын, қазір көресің. Мен секірем қазір.
алкашпайым мен ұйқыдан тұрдың ба? Оянам ба, оянбайым ба? Не болып кетті? Мақсат, тағы да қуылдың ба сен? Қойсайшы болды. Сені былтыр ғана әрең дегенде емдетіп алған жоқпыз ба? Қайттан бастадың ба бұрынғы әдетіңе? Қалай бұрынғы әдетіңе? Сені осыдан 1 жыл ғана бұрын емшіге апарып, қамшымен сабатайып емдетіп алып едік қой. Сөйттім ба не? Иә, қудың ғой. Туған қатының танымай, мен шешемді қатын деп артынан қуалап жүрдің ғой. Оны қойш, Мақсат, тамақ ішесің ба? Барма, кешпе қарным ашып кетті. Істесең онда тамақты. Сен о қатын айналайын, барса істесе бар. О, тәубеңе келдің, өзің қатын танып жатсың. Қазір. Иля, мынаның качествосы күшті екен ғой, Мақсат, жесе, құда бала ұқсамай. Не деген дәмді емес тамақ мынау, а? Сорлы. Сол тамақты тайылқысына дейін жалап жеп қоятын едің ғой, сүйсініп. Құмашы болсын, басқа байың шығар? Далбамсың ба? Қалай сөйлесің адам ба, а? Сөйлеу мәдениет деген жоқ ба сенде? Өзінше в общем, тәртіпті адам болып қапсың ғой? Сенен менің Мадинам 1000 есе артық білесің ба? Тамақты зыңғып істейді. Тәтті өліп жейсің кәдімгі, өліп. Сонда сенің басқа біреуің пайда болған ғой, Мен сені бар ғой, ағама айтып жаныңды шығартам. Сен құрып кетайы көзіме көрінбей. Маған берген жазаң ба бұл? Өз әйелім қадырын білмейтін бір сорлы еркек болдың ау, сорлы. Кеу баба, сен не біздің қатераны жылатып жүрсің, а? Сен кімсің қақшеті, а? Құрып кетші түрін қатераға ұқсамай. Дану! Дану! Зөніңді шығарам. Аға, не істеп атсыз? Мен сізге ұр деген жоқ, бос сөйлес дедім ғой. Қатира, сен білесің ғой, мен сен үшін любойын сындырып жіберем, Аға, қойыңызшы болып, кете беріңізші. Жарайды, бірақ сен үшін қоя салайын бар ғой. Тыныш жүре сені. Мақсат, не болса, чорттан таяқ жеп қалғаның? Қол жаман ауыр ғой. Бір Мақсат қойшы болды қуа бергенің. Қашан қоясың? Мынау бар ғой, вообще менің өмірім емес. Менің өмірім вообще басқа. Мақсат бар ғой, сені бұрын емшіге апарып емдетіп алайын ба? Барсақ барайықшы. Жүр кеттік, а то менде ығырны шығып кетті бар ғой. Жүр. Макс, боққа жапсы. Қайқа кетпесіз, рөлде мен отырам ғой. А то ол чорт болған ба сонда мен? Тассашы да қолындағы не анау? Жынсы ма енді құрал ақан барам ба? Хотя бұл Сабик оны апарайында. Тем более, самый лучший подгузник. Қойшы рекламаны тыға берме, отыр бар тез. Айдаш бол енді. Тоқта. Кеп қалды. Не кеп қалды? Кеп қалды Мақсат. Не бұл? Твой идиот. Грязь, блядь. Ішіне жаман нәрсе кіріп кеткен, соны шығаруымыз керек. Бірақ әйел адамдар отыруға болмайды. Шығып тұрыңыз. Онда қачат біздің атымызда мына Сабико подгузнигін алыңыз. Сізге. Шыға беріңіз. Аха. Қанша күндер? Братан, не істеп жатсың? Қанша күндер? Ойбай! Қанша күндер? Шықты болды, ойбай. Шықты ма? Иә, шықты. Әйелің отыр. Қатира! Емделдің мен жаным? Рахмет. Емделдің ба? Иә. Кіммін мен саған? Қатынымсың жаным. Жаным. Мына жерде таза өзбекский самса бар. Жүрші тамақтан олайшы жаным. Тез жеп қайтайықшы онда жүр кеттік бол. Аха. Қазір самсасына таң қаласың көргі. Официант? Сәлеметсіз. Не тапсырыс бересіздер? Біз... Мадина? Сен мұнда не істеп жүрсің, мен сен іздеп жүрген бе қанша күн болды, мен мынамен жүрмін ғой. Жүр, үйге қайтамыз. Ойнап жүрсің мен, жүр кет. Кешіріңіз, сіз кімсіз? Мен сіз бірінші рет көріп тұрмын. Қалай бірінші рет? Сен менің қатынымсың, мен сенің күйеуіңмін.
кешіріңіз кішкене алқыштау етті отыр нерматин жапшы аузын сен қалчана сабикоңды өлі таза қудың жүр үйге қайтамыз ойнап баршы жүр кеттік ей екі әйелдің алмақшысың менің қойным аз ба саған үй не отыр жүр әйелімді кеттік ой пәтуасыз кең келесіз ананың қай жеріне қызықтың айтшы а әй анау немене бәле анау ары қыстан шыққан байталға ұқсады нені қарасайшы құшақтасаң құшағың толады қойшы басым қатып отыр или 100 грамм ұрасың ба ішпеймін болды ішпеймін не болды қайтадан сынып тұрсың ба маған жоқ мен саған қалай үйлендім соғыр болдым ба или ой сорлы сен менің артымнан жүгіріп аяғыма жығыл зорға дегенде өзіңе қаратып алған жоқсың ба отыршы машина қайттық болды бар отыр жаным бір партия жібермедік па құртпатай адам ұшындырып өлтіресің сен қойсай бір партия ғой кесейік жылық шағыма жаным бір партия жібермедік па құртпатай адам ұшындырып өлтіресің сен қойсай бір партия ғой кесейік жылық шағыма қатынсыз азыңды семен жатпаймын кеп бар қол кетші болмаса мен өзім далаға жатамын атасыз тірісіз ба не Олмандары түсін ғой бұл баяғыда өліп қалғам бәсе ата бірақ мен сіздің 40-ыңызды өткізіп жылдығыңызды өткізіп кредит алып бірақ соны төлей алмай жүрмін о не отап кеттің мен сенің проблемаңмен келіп отырмын қандай дейсіз кредитін жауап берейін ба дейсіз ба жоқ ана келін ауысып кетті ғой соның шешімін айтуға келдім ата сөйтіңізші әйтпесе ешкім сенбей жатыр маған мен әйелім басқа біреу ғой шешімі былай қазіргі әйелің көлігін тап сонда әйелің қайтып келеді кім қатираның ба иә өз әйелің қатты ренжіткенсің қатира саған жаза бір күн болса бір күн көңілін табам иә табам жаным жүр мен саған таңғы ас дайындап қойдым жаным менің романтик өз қара бұқам менің сартанам менің ауылға жүру десем менімен барасың ба куә боп өмірдің ағым мен қарасына бірде бар бірде жоқ сабылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында ауылға жүру десем менімен барасың ба куә боп өмірдің ағым мен қарасына бірде бар бірде жоқ сабылып қалың адам жүреді тынымсыз бәсеке арасында жан тұр о мадина жан оралдың ба қандай Мадина жан тұр о мадина жан оралдың ба қандай Мадина қандай Мадина құдай ай сенен құтыламын ба құтылмаймын ба мен кеше ғана айым күнімде құшақтап жатыр еді бұл тағы да бастадың ба бұрынғы әдетіңе құрып кетші қандай бұрынғы әдет все болды мен сені психбольницаға жатқызамын құрып кетей аяққа мен сені ағама айтам бля досым басым қатып кетті мынау менің қатым емес мың рет айттыңызшы айта бермеші ұнамайды маған вообще ұнамайды маған да әйелім ұнамайды анаған да ұнамайды амал жоқ шыдаймыз бала шаға үшін кеше түс көрдім ғой түсіме атам кірді атам айтып жатыр ғой енді өзің әйеліңді құрметте ренжітіп қойғансың егер қайтып құрметтесең орнына келеді дейді қой ешілей өйтіп айтпаған шығар сөйтіп айтты деймін істемейсің бе енді істеп жатырмын вроде риза бірақ болмай жатыр ғой может шын көңіліме сенбей жатқан шығарсың бірақ серьезно бір шын көңіліме істеп көрейін онда ана кинода сөйтетін еді бір кинода Макс сен жай сөзге түсінбейсің ау деймін братан қой енді ренжітпеймін братан болды сен ренжітпейін деп алдында айтқансың осы жолы точно айтып тұрмын Макс сен бос сөзді қойшы менімен бірге психбольницаға барасың
мен сені емдете берсем. жоқ братан, бір мүмкіндік берші, енді қайталанбайды. Қайталанса өзім ақ барамын психбольницаға. Уәде бересің ба? Өте берем. Еркекше ма? Еркекше. Бұл менің әйелім Қатира. Негізі менің әйелім бұл емес еді. 6 ай бұрын өзімнің әйелімді бағаламағаным үшін әйелім ауысып кетті. Бұл маған берген жаза шығар. Макс, шай ішесің? Иә жаным, не берсең де ішемін ғой. Жаным сол. Мен саған ыстық шай. Абайлашы, ыстық ана. Ұшығыңды күйдіріп алмашы. Неден ұшынғасың? Бірдеме жеп қойдың ба, әлде переходной возраст ба? Әлде кешегіден ба? Бірақ бар ғой, Макс, маған түндегі жаман қатты ұнады. Вообще бар ғой, әйеліме тойдым мен үйдегі қатынға бар ғой. Дұрыс тамақ істей алмайды. Дұрыс өзіне қарамайды. Балаларды дұрыс оқытпайды. Ажырасам ба деймін сол әйелді. Жан, ажырасып жатсың ба? Просто сен өз әйелің көңілін таппай жатсың. Әйел сенің айнаң, білесің ба? Оларға көп нәрсе керек емес, просто внимание бөлсең болды. Мысалы, елбасымыз айтты ғой, білесің ба? Әйел деген жылан сияқты ғой. Жылы сөйлейсің, әннен шығады. Мысалға, әдемі болып тұра ма? Қандай сұлусың деп айтса болды. Ал сұлу болып тұрса, қандай ақылдысың деп. Алды болдап қойсаң. Ал екеуі де болмай баратса, міне, азып кетіпсің дейсің ғой. Салмақ тастапсың ғой деп. Бұл сөз ғой, әшейін сөз. Ауыра болады әшейін. Все. Жаным, мен саған өте ризамын. Қандай болсаң да, мен сені қабылдаймын. Жаным сол, сен де қатты өзгердің. Мен саған өте қатты ризамын. Бірақ өтініштен сәбиігімді тасташы. Өзіміз жап демалайықшы. Анамен жасалған ғой. Атамен жасалса да қоя тұршы, азанда аласың. Е? Ей, жаным, жеті маймылдың мамасына ұқсаған бәлем. Ей, жаным. Жан, тамақ дайын болды ма? Иә, дайын болды. Мадина? Сен ба? Мадина, кешірші мен. Енді қайталанбайды. Енді мен қасымнан кетпеші, өтініш оралғанға қуаныштым, жаным, Мадина. Кешірші, мен сен бағаламадым біліп тұрмын, кешірші. Жан, не ол? Не болғанда кейін айтып берем, бірақ сен оралғанға қатты қуанып тұрмын, Мадина, рахмет, жаным. Жігіттер, әйелімізді барымызда бағалайық. Қадіріне жетейік. Қалай бар, солай қабылдайық. Менің айтатын ақылым осы. la 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 la